Астанада паралимпиадалық спорт түрі бочадан Қазақстан чемпионаты басталды. Осымен екінші рет өтіп жатқан ел біріншілігіне 10 облыстан 50-ге жуық пара спортшы келген. Боча тірек қимыл аппаратының ауыр зақымдануы бар адамдар қатыса алатын бірден бір спорт түрі. Дәлдік пен ептілікті дамытуға арналған ойын елімізде кейінгі 2-3 жылда қарқынды дамып келеді. Шараның ашылу салтанатына қатысқан белгілі қоғам қайраткерлері мен спортшылар инклюзивті орта қалыптастырып, мүмкіндігі шектеулі жандарды барынша қолдау қажеттігін атап өтті. Ұйымдастырушыларда бұл чемпионаттың маңызы зор екенін айтады. Себебі ұлттық құрама осы бәсекенің нәтижелері бойынша жаңартылып, ел намысын байрақты додаларда қорғайтындары анықталады. Осы жылда бізде бірнеше халықаралық жарыстар бар жоспарда. Осы күзде Қытайда Азия паралимпиадалық ойындар өтеді. Егер сол ойындардан бізде бочадан жеңімпаз шықса, онда біз паралимпиадалық ойындарға лицензия ала аламыз. Енді біздің спортшыларымыздың көздері жанды, шынымен жанды, өйткені өздерінің күштеріне сеніп, алаш болашақта халықаралық аренаға шығамыз деген енді арман пайда болды. Өңірлерде іріктеу кезеңдерінен сүрінбей өткен ойыншылар маусымның 4-не дейін бірнеше жас деңгейімен әртүрлі санат бойынша өзара мықтыны анықтайды. Жалпы қатысушылар қатарында ДЦП, Даун синдромы, аутизм, психикалық дамудың баяулығы және өзге де дертке шалдыққан балалар мен ересек азаматтар бар. Рухы асқақ, жігері мықты жандар бұл жарысқа тыңғылықты дайындықпен келген. Ата-аналар ерекше қажеттілігі бар азаматтарды осындай сайыстарға жұмылдырудың маңызы зор екенін айтады. Былтыр дейтін ең бірінші басталған кезде біздер дейтін осыған бірінші барып қатыстық. Бұл баланың дейтін несі өзгеріп кетті. Спортқа көңілі бәрі құшарлығы күшті болып кетті. Негізі міне осы екінші жыл келіп жатыр. Осы өзіміздің қаламызда отып бірінші орын алып. Чемпион болғым келеді.